Қайырлы күн достар, бүгін лагманға арналған етті маринаттаймыз. Шырынды балғын ет жасағыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Етіміз бізде толықтай жібімеген болуы тиіс. Себебі біз қазір бұны жіңішке пластинкаларға бөлгенде жеңіл болу үшін. Мында менде сиырдың еті, сіздер қойдың етінен жасап көрсеңіздер де болады, бірақ лагман әрқашанда сиырдың етімен дәмдірек болады. Және осы кесу барысында еттеріңіз гармошка секілді ашылса, бұл еттеріңіздің жұмсақ болып пісуіне бірден бір себеп болады. Ыдысымызға орналастырып, бір жұмыртқаны жарып, яғни бір жұмыртқаны толықтай салмаймыз, бір кішкене ғана мөлшерін ғана саламыз, тіпті жартысын да салмаймыз. Артынша 2 ас қасық су қосамыз. Және 1 ас қасық толтырмай крахмал қосамыз. Соя соусын және шым-шым тұз қосып жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады, немесе өзіңізге қалай ыңғайлы, солай араластырып жақсылап сіңдіріп араластырасыз. Мен егер лагман жасағанда тауық етін қолданатын болсам, оны маринаттай қоймаймын. Бірақ енді ірі қара малдың етін міндетті түрде маринаттауларыңыз керек. Маринад бізде толықтай араластырып сіңдірілді. Енді осы ыдыстың бетін міндетті түрде жауып қоясыздар да, тоңазытқышқа кемінде 1-2 сағатқа жібересіздер. Егер бір түнге жіберсеңіздер, тіпті керемет болып шығады. Сондықтан рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып қалдырып қойыңыздар. Сіздермен бірге Айнұр.